Ассалаумағалейкум арда алаш жұрты. Сіздермен бірге нөмірі 174-ші мектеп гимназияның 9-шы е сынып оқушысы Қайрат Абдрахман. Халықтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындап өскен Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Ол қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік ақындардың бірі де бірегейі. Ақынның өнер тақырыбында қалам тартқан шығармаларының бірі Құлагер поэмасы. Поэма ақан серінің өміріне арналады. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндермен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жар серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Қазақ халқының ән шақындар шоғырының аса көрнекті өкілдерінің бірі ақан Қорамсаулы. Жасынан ән жырға үйір ол, қолына домбыра алып ән салады, өлең шығарады. Жігіттік, сал серлік жолға бейімделеді. Әдемі киініп, жүйрік ат, майтазы, рам бүркіт ұстайды. Қасына өнерлі жігіттерді жинап, ел аралайды. Сауық сайран құрады. Қалың елді ғажайып әнімен баурайды. Бір уақ сейіл серуенге шығып, саятшылық құрады. Осындай өзгеше өміріне, өнеріне риза болған халық оны сері атандырады. Ақан сияқты көп қырлы өнері бар адам дүние байлыққа қызықпаған, оны мақсат етпеген. Оның есесіне құлагердей ат, Қараторғай мен Базарала сияқты қыран құспен таз ұстаған. Бурабайдан келген әншімін, баймын деп мақтан алмаймын. Құлагер ақан үшін жан досы, сырласы, мұндасы мен жол серігі еді. Ілиястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса, автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің, ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселесінің сырын бүкпесіз ашады. Серінің атын асқақтатқан, ең әуелі жомарт табиғат тарту еткен сан қырлы талант болса, екіншісі ақан есімімен қатар аталатын атақты пырағы құлагер еді. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асының өткізілуі еді. Аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Сонымен қатар, ақын осы астағы әртүрлі әлеуметтік топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойынсыз, алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Аламан бәйгенің алдып бермей, даңқы бүкіл арқаға тараған құлагер Сағынайдың асында қастандықпен өлтіріледі. Осы бір қарабет қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Құлагердің басын құшақтап, құлагер, әкең тұлпар, шешен сұңқар деп жоқтау айтады. Ақаннан құлагерді айырған адам баласының қара ниетінің нәтижесі. Бұл жерде іштарлық, көре алмаушылық сияқты қасиеттердің сол заманның да басты жауы болғанына көзіміз жетеді. Құлагер поэмасы бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған. Мұнда әділетсіздікке деген ақан серінің ашуы жатыр. Поэмадағы әр көрініс, әр оқиға өз орнында. Ақынның құдіретті шеберлігімен олардың бәрі табиғи бірігіп, үлкен бір жарқыраған тұтас мүсінге айналып кеткен. Қазақ поэзиясының құлагері Ілияс Жансүгіров. Қазақтың абайдан кейінгі замандағы аса дарынды ақыны Ілияс Жансүгіровті әдетте өзі шалқар шабыт, керемет құштарлықпен көсіле жырлаған ақан серінің құлагеріне ұқсастырады. Айтты-айтпады екеуінің дүлдүлдігінде ғана емес, тағдырында, қайғылы өлімдерінде де ұқсастық бар. Кемеліне келіп, ақындық бәйгесінде арындап алға шыққан шағында Ілияс та тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Құлагер поэмасында ақынның негізгі айтпақ ойы өнердің өшпейтіні, өнерліге өлім жоқ деген тұжырым. Осындай өшпейтін өнерге арналған тамаша туындыны бірге оқиық, әсерленейік. Халық арасынан шыққан дарынды тұлғаларға тағы да басымызды иіп, құрмет көрсетейік.